18 ғасырдың басында еділ қалмақтарымен қоса түрікпендер де қазақ жеріне әсіресе кіші жүзге шабуыл жасап, елін тонап, малдарын айдап әкетіп отырғанын тарихтан білеміз. Орта жүз қазақтарының қоныстану шежіресін зерттеуші Марат Мұқановтың деректері бойынша, бірде түрікпендердің бір қолы Орта жүз жеріне Керей руының Балта атасының ауылдарының бірі Қарасары ауылына кенеттен шабуыл жасайды. Түрікпендердің Қарасарыға шабуылынан кейін еділ қалмақтарына және түрікпендерге қарсы Керей уақтан қалың қол ұйымдастырылып, Керейдің Еменалы атасы қолын Жабай батыр, көшебенің Таузар қолын Жанкісі Көшекұлы, Жоламан қолын Баянбай Ақшаұлы, Байтеке қолын Айтбай батыр басқарады. Керей уақтың жалпы қолын Балта Керейдің қарт батыры Бақсары батыр Райжанұлы басқарады. Еділ жайық бойынан қалмақтарды қуып, түрікпендерден шауып алған малдарын қайтарып, кегін алған Керей уақ қолы елге үлкен олжамен оралады. Ол кездегі үлкен олжа құлдар әкелу. Өйткені байларға мыңдаған малдарын бағатын малшылар керек болған. Баянбай Ақшаұлы осы жолы олжалаған түрікпен құлдарын қазіргі Айымжан көлінің оңтүстік батыс жағына қондырып, малын баққызған. Әуелде 4-5 үйлі ғана түрікпен ауылы жергілікті қазақтармен араласып, үлкен ауылға айналады. Жергілікті қазақтармен қаны араласып кетсе де, ауыл баяғы Күң ауылы деген аттан құтыла алмаған. Осы ауылда Мамыт атты асқан әнші, домбырашы, өнер адамы болады. Бұл ауылды Мамыт ауыл деп те атаған. Мамыттың өнерпаздығы өзіне тартқан Айымжан атты жалғыз қызына дарыған. Айымжан ауыл молдасынан ескіше хаттанып, одан кейін Болатнай медресесінде 8 серін ағасы имам Көрпеш Бақрамұлының алдынан оқиды. Әншілік өнерде әкесімен жиі араласып жүретін өнер адамдары Салғара Жанкісіұлы, Жанақ Қамбарұлы, 8 сері, Шағырай Сал, Жанат сері сияқты ақын әншілерден үлгі алады. 8 серінің әндерін елге таратушылардың бірі осы Айымжан болған екен. Айымжанды әкесімен туыстары еркелетіп, Айкен деп атағандықтан ел ішінде осы атпен аталып кетеді. Айымжанның әншілігіне 8 сері де сүйсінген. Ел ішінде халық әні деп аталып кеткен Айкен-ай әнін 8 сері осы Айымжан сұлуға арнап шығарған. Ақылы мен өнеріне көркі сай Айымжан сұлуға көз салушы жігіттер де аз болмайды. Бірде Көкшетау жерінен ағасы Нұржан қажымен бірге елге келген Біржан Салдың да сұлу қызға көзі түсіп қалады. Өзінен 2 жас үлкен ағасы Нұржанның да қызға көңілі кетіп, қызға ғашық болып қалады. Мұны білген Біржан қызды сүюден тыйылып, ағасына жол береді. Нұржанның алғашқы әйелі 1 жыл отасқаннан кейін қайтыс болып, әйелсіз жүрген кезі екен. Нұржанның да ақындығы мен әншілігі Біржаннан кем болмағанмен, серлік емес дін жолына түсіп, Меккеге барған қажы. Нұржан мен Айымжан сұлу қосылуға сөз байласады. Нұржанның әкесі рұқсат бермей, қора күзететін кесік құл мен табаны тесік күннен тараған үйдің төрінде құда болып отыра алмаймын, құда болған жерім бар, бата бұзбаймын деп көнбейді. Рұқсат бермеген әкелеріне ренжіген Нұржан мен Біржан ақылдасып, Айымжанға құда түсуге Қожағұл атасының інілері Тәсібек пен Қожамқұлды апарып, той күнін белгілейді. Тойға 2-3 күн қалғанда белгісіз біреу Мамыттың үйде жоғын пайдаланып, түнде Айымжанды алып қашады. Ақылды қыз айласын тауып, Есболдың шай томарының тұсында зорлықшылардан қашып, томардың ішіне кіріп кетеді. Ортасында суы бар жағалай шілік өскен томар ішінде тірідей қолға түспеуге бел байлаған қыз қашып жүріп, суы терең соқыр құдыққа түсіп кеткен. Бұл оқиғадан хабарсыз ел ертеңіне іздеу салады. Біреулердің зорлап алып қашқанын білгенмен кім екенін білмейді. Арада 1 жұма өткенде Киікбай шоғында отырған Балта Керей Жақып ағаш үй салу үшін Есболдың шайтомарына мүк жинауға барады. Мүк жинап жүріп, су ішінде өліп жатқан Айымжанның денесін көріп, елге хабар береді. Суға қалай кеткенінен хабары жоқ ел аза тұтып, Таузар Қапан дөңіндегі Қапан зиратына қояды. Сөйтіп 2 ғашық Нұржан қажы мен Айымжан сұлу қоса алмай арманда кетеді. Болашақ жеңгесінің қайғылы қазасын аза тұтқан бала жігіт Біржан Сал Айымжан сұлу атты жоқтау өлеңін шығарған екен. Бұл оқиға 1842 жылдың күзінде болған. Есболдың шайтомары осы оқиғаға орай Айымжан томары деп аталып кетеді. 1897 жылы Айымжан томарына су түсіп,
осы жылдан бастап томар көлге айналады. 1929 жылы Айымжан көлінің жанында ұйымдасқан ауыл Айымжан ауылы деп атанған.